Алматы қаласы әділет департаменті жекеше нотариустарға бақылау жүргізеді. Бақылауды Қазақстан Республикасы кәсіпкерлік кодексі негізінде тексерулер жүргізеді. Әділет департаментіне Гүлсім Сатыбалды шағымы түсті. Жекеше нотариус Ханның іс-әрекеттеріне. Нотариус Ханға қатысты тексеру жүргізілді. Жоспардан тыс тексеру, мұрагерлік істі қозғау туралы нотариаттық іс-әрекеттер бойынша бұзушылықтар анықталды. Тексеріс аяқталғаннан кейін нотариус таныстырылды. Тексерудің нәтижесі туралы актімен. Содан кейін Алматы қаласы әділет департаментінен нотариаттық палатаға ұсыныс енгізілді. Нотариус Ханды тәртіптік жауапкершілікке тарту туралы ұсыныс енгізілген болады. Алматы қаласы нотариаттық палатасымен тәртіптік комиссияның отырысы өткізілгеннен кейін тәртіптік комиссияның шешімі әділет департаментіне келіп түскен жоқ. Және де біз ұсыныста көрсеткен болатын тәртіптік комиссияның отырысын Сатыбалдының қатысуымен өткізсе деген ұсыныс енгіздік. Азаматша Сатыбалдыдан арыз түсті, Ханға қатысты қандай шара қолданылды деген. Содан біз өз тарапымызда республикалық нотариаттық палатаға хат жолдадық. Алайда республикалық нотариаттық палатадан 1 айлық мерзім өтіп кетті, сондықтан қарастырмаймыз деп біздерге жауап берді. Сондықтан бұл жерде Хан нотариусты тәртіптік жауапкершілікке тартпағандықтан Алматы қаласының нотариаттық палатасы нотариус Ханды тәртіптік жауапкершілікке тартпаған. Және де ол жерде шешім 1 айлық мерзімнің өтіп кету себебі де сол болып тұр. Ол шешім Алматы қаласы әділет департаментіне ресми түрде енгізілмеген. Атап айтқанда 2004 жылдың 4 қарашасында тәртіптік комиссия өтеді. Ал бізге Алматы қаласы әділет департаментіне және де ресми түрде емес, бастығымыздың электрондық почтасына жіберіледі. Ол желтоқсанның 20-сы болды. Яғни бұл жерде мерзім әрине өтіп кеткен болды. Бүгінге дейін ресми түрде әлі де түспеген. Сондықтан азаматша Сатыбалды өзінің құқықтары қорғалмағаны үшін бізге шағыммен түсті. Біз енді өз тарапымыздан бұл азаматтың құқығын қорғау мақсатында сотқа жүгініп отырмыз. Біздің талабымыз қоятын Алматы қаласы нотариаттық палатасының тәртіптік комиссиясының 2024 жыл 6 қарашадағы номер 54 шешімін заңсыз деп тануды және оның күшін жоюды. Сонымен қатар қосымша талабымыз нотариус Ханды тәртіптік жауапкершілікке тартуды міндеттеу.